Біздің өміріміздің темір қазығы ардақты әкеміз Қадекешев Сапар Қадекешұлы мен аяуланамыз Сапура Қабдолқызы. Олардың өмірлік өнегесі, ізгілік пен еңбектегі жолы біздің жүрегімізде мәңгілік із қалдырды. Асыл әкеміз Сапар Қадекешұлы 1928 жылдың қысы, яғни 15 қаңтарда Гурьев облысы Новобогат селосында дүниеге келді. Руы Жастабан Тас Байсары, ағасы Мұхамбет, өзі және інісі Әбілхайыр үшеуі бір ауылда туып өсіп, бір-біріне тірек болып жеткен. Әкеміздің ағасы Мұхамбет сұрапыл соғыстың от жалынына шарпылып, майданға аттанғаннан қайта оралмады. Хабарсыз кеткенімен оның есімі қаламыздағы Жеңіс саябағындағы тақтайшадан көрініп, бүгінгі ұрпаққа оның ерлігін еске салып тұр. Әкеміз Сапар Қадекешұлының бойындағы ең бағалы қасиет оның жан тазалығы еді. Кім келсе де қабағын шытпай, жылы сөзін аямай қарсы алатын. Ол үшін дүние мүліктен гөрі адамның көңілі қымбат. Жүрек жылуы ең асыл байлық болатын. Жас баладай аңқылдаған, қашанда әркімге көмек қолын созуға дайын тұратын азамат, кімде-кім бір нәрсеге мұқтаж болса, оның көңілін ешқашан қайтармайтын. Көп жылдар бойы дәнекерлеуші, яғни сварщик болып, адал еңбек етіп, 1988 жылы зейнетке шықты. Қолы алтын, ісі шебер әкеміз, ағайын туыс, көрші көлемнің шарбағында, қақпасында түрлі тұрмыстық темірлерін өзі біріктіріп беретін. Қашан көрсеңде біреудің көлігін дәнекерлеп, енді бірінің жылу жүйесін жөндеп жүргені. Өзгенің шаруасына уақытымды жоғалттым деп еш налған емес. Өз отбасының тірлігін реттеп, басқаның да қамын күйттеп жүрген әкеміз осындай бір кезекті мезетте, яғни көршісінің жылыту жүйесін жасап жатқанда кенеттен бақилық болды. Бірақ сол сәттің өзі әкеміздің өмірлік ұстанымын, өзгеге жақсылық жасауға ұмтылған жүрегін айна қатесіз көрсетіп тұрды. Біреулер білім парасатымен, мансаптағы биік жетістіктермен елге танылып, абыройға бөленеді. Ал әкеміз Сапар Қадекешұлы ондай даңқ пен атақ іздемей-ақ жұрт жүрегінен орын тапты. Ол кісінің адалдығы, еңбекқорлығы, адамдарға деген шынайы қамқорлығы атақтан да, мансаптан да биік қасиет болып, оны ел жадында мәңгілік етті. Мұны өмірдің шын мәні үйлі болып, ұрпақ сүю. 1951 жылы анамыз Сапурамен бас қосып, отау құрды. Анамыз 11 құрсақ көтерді. Алайда тағдыры сынағыма дерсің, оның 4-еуі шетінеп кеткен еді. Десе де қалған 7 ұл қызын Жолдығали, Жалғас, Самиғолла, Жеңіс, Бақтығыз, Жұмағыз және Бақтыгүлді бар жан тәнімен, шексіз мейіріммен өсіріп тәрбиеледі. Әрбірі олардың өмір жолының, адал еңбегімен шынайы сүйіспеншілігінің жемісі еді. Анамыз Сапура Қабдолқызы асылдың сынағы еді. Мінезі аса байсалды, сөзге сараң, бірақ жүрегі мейірімге толы болатын. Ешкімге қатты сөз айтып, жанын жаралаған емес. Оның салмақты да сабырлы болмысымен шынайы ниеті бәрімізге үлгі. Әрбір ісінде тазалық, әрбір сөзінде шындық бар еді. Ол ешкімге жамандық ойламайтын, әрдайым тілеулес болып жүретін. Бала кезімізде есімізде алған бір сәт бар. Көшеде жедел жәрдемнің сиренасы шығып бара жатқанда, анамыз аузы жыбырлап бірдеңе айтып келе жататын. Біз сұрағанда ауырып жатқан адамға жеңілдігін берсін, сауығып кетсін дейтін. Тіпті танымайтын адамға тілеулес болып, жүрегімен дұға ететін қайран анамыздың тазалыққа толы табиғаты жанымызды жылытатын. Ардақты анамыз отбасын береке бірлікке үйістірған жан еді. Келіндеріне әрдайым сырлас дос,
ұл-қыздарына ақылын аямайтын қамқоршы болды. Үлкенге ізет, кішіге қамқорлық танытып, бәрін мейірім мен сабырға бөлейтін. Оның кең пейілі мен даналығы әрқайсымыздың жүрегімізде ерекше із қалдырды. Өмірінің көп бөлігін Атыраудағы нан зауытында өткізді. Осы мекемеде аянбай қызмет етті. Қол еңбектен босаса да, ойы ізденістен босамайтын газет журналдарды жинап, қызығып оқитын. Анамыз әрдайым әулеттің бірлігін ойлап, балалары мен немерелерінің туған күнін тізіп жазып, ешқайсысын ұмытпай атап өтуді әдетке айналдырған. Тіпті бір туыстың келіні апа немересінің туған күнінде арнайы дастархан жайып өткізеді екен деп таңырқағаны бар. Мұндағы анамыздың бар ниеті бәріміз жиі бас қосып, тату-тәтті бір-бірімізге жақын әрі ауызбіршілікте өмір сүруімізді қалаған екен. Иә, сол ардақты анамыздың шексіз пейілі мен жүрек жылуының арқасында Аллаға шүкір, бүгінде бәріміз бірлікте өмір сүріп келеміз. Бүгінгі күні бәрімізде ұл-қыз тәрбиелеп, немере сүйіп отырған ата әжеміз. Дегенмен Жолдығали мен Жалғас ағаларымыздың ортамызда жоқтығы көңілімізге әрдайым нәзік сағыныш пен қаяу салады. Десе де олардың артында қалған отбасы, өсіп өніп келе жатқан ұрпағы жанымызға медеу. Осылайша ата-анамыздың жүрегінен тараған жылу мен тәрбиенің тамыры үзілмей ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келеді. Әкеміз бен анамыз ежелден қонақжайлықтың, кең пейілдің айнасы болған жандар. Олардың шаңырағы әрдайым ағайын туыс пен дос жаранға, ашық дастарханы мол, сөзі мен ниеті ізгі еді. Екеуі де ұл-қыздарының қанаттанып, жеке отау құрып, үйлі баранды болып кеткенін өз көздерімен көріп, соған қуанып өтті. Қадірлі құда-құдағи болып, әрбір жақын жуықтың алғысына бөленді. Осындай қасиеттері олардың өмірін мәндетіп, ұрпағының жүрегінде мәңгілік із қалдырды. Қазіргі таңда Аллаға шүкір, әулетіміз тамыры терең жайылған бәйтеректей бір қауым елге айналды. 13 немере, 18 жиен, 10 жиен шар, 12 шөбере мен 2 шөпшек өсіп, өркендеп келеді. Дегенмен жүрегімізді сыздатып, сағынышқа толтыратын бір өкініш, Нұрлан мен Нұржан есімді немерелеріміздің де өмірден ерте озуы. Олардың орны бөлек, естелігі әрдайым жадымызда. Біз Асқар әкеміз бен аяуланамыз, қос тірегіміз туралы сағыныш пен сүйіспеншілікке толы ой өрбіттік. Олардың асыл бейнесі жүрегімізде мәңгілік жарық болып, әр сәтте өмірімізге күш пен дем береді. Уақыт жылжығанымен олардың мейірімге толы жүзімен жүрек жылуы бізді әрдайым алға жетелеп, болашағымызды нұрлы етеді. Имандарыңыз салауатты боп, дау тұлғаларыңыз жұмақ төрінен болғай, асыл әке, ардақты ана.